Сәлеметсіздер ме көрермен? Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өзекті мәселелері бойынша сұхбаттың кезекті бағдарламасы ақпараттық қауіпсіздік мәселесіне арналады. Осы орайда біз Ұлттық қауіпсіздік комитеті мемлекеттік техникалық қызметінің директоры Ержан Ерікұлы Біржанов мырзаны әңгімеге тарттық. Ержан Ерікұлы, сәлеметсіз бе? Бүгінгі таңда ақпараттық қауіпсіздік мәселесі қаншалықты өзекті болып табылады? Осы жөнінде пікіріңізді айтсаңыз. Біздің күнделікті өмірімізде барлық іс-қимылымыз сол цифрлық технологиямен байланысты болып жатыр. Мемлекеттік қызметті алға алсақ та, интернет арқылы тауар немесе басқа қызмет алсақ, барлығы біз онлайн түрінде өткізіп жатырмыз. Бұл дегеніміз қазіргі кезде мемлекеттің бағдарламалары көп қабылданып жатыр. Жасанды интеллект дейміз, үлкен деректер жобалары іске асырылып жатыр. Үлкен корпорациялар бұл іске өзінің қол ұшын беріп жатыр. Өте жақсы бастамалар, бұл халыққа өзінің тиімділігін көрсетіп жатыр. Қаржы жағынан болсын, уақыт жағынан болсын, өте пайдалы жобалар. Бірақ әр нәрсенің екінші жағы болды ғой. Сол барлық бастамалардың екінші жағы бұл мынау қатерлер төніп тұрған. Бұл ақпараттық қауіпсіздік жағы көп мынау қылмыскерлер онлайн режиміне тоже ауысып жатыр. Себебі олар қазір банк карталарының деректерін алу керек, жеке бас тұлғалар бойынша деректер керек болып жатыр. Сондықтан олар өздерінің шараларын қолданып, қазір алаяқтық істермен айналысып жатыр. Оған дәлел тек қана 19 жылы, 18 жылмен салыстырғанда бұл интернет алаяқтық бойынша қылмыстардың саны 6 есе өсті. Жалпы біздің қызметіміз бойынша 21 мыңға астам осындай кибер инцидент тіркелді. Барлық шаралар қолданылып, ол тоқтатылды. Сондықтан қазіргі кезде ақпараттық қауіпсіздік, цифрландыру бағыты бойынша екеуі пара-пар бірге жүру керек. Сонда ғана тиімділік болады, сонда ғана осы цифрландырудан пайда болады. Осы сөзіңіздің жалғасы ретінде Қазақстанның кибер қалқаны бағдарламасы қабылданды. Осы тұста ұлттық қауіпсіздік органдарының осы кибер қалқан бағдарламасын жүзеге асырудағы өзінің орны қандай? Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Бұл бағдарлама өте орынды қабылдаған бағдарлама деп саналған. Себебі 15-14 жылы әлемге белгілі үлкен кибер шабуылдар болды. Көп мемлекеттердің деректері кетіп, көп тұлғалар, жеке тұлғалар зақым шекті. Сондықтан Қазақстан осы мұндай шаралардың алдын алу үшін осындай концепция қабылдады. Бұл концепцияда мемлекеттік саясат қай бағытта жүргізіледі, ұйымдастырушылық, техникалық және ұйымдастыру шаралары ойластырылды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті болса, бұл шаралардың бастамаларын қарап және координация жүргізіп отырды. Біз техникалық қызмет осы шараларды іске асырып жатырмыз. Біріншіден, бұл ұлттық орталықтың ашылуы. Осы қағида қабылданғаннан кейін. Бұл орталық басқа мекемелермен қарым-қатынас жасап, қалай мынандай шараларды қолдану керек, қандай шабуылдар түрлері болып жатыр. Сол саясат бойынша хабар беріп тұрады, кеңес беріп тұрады. Сондықтан бұл центрдің ашылуы көп өзінің көмегін тигізді. Қысқаша айтатын болсақ, 17 жылдың басында біз ақпараттық қауіпсіздік рейтингі бойынша 175 елдің қатарында 82 орында болатынбыз. Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша біз 40 орынға бет бұрдық. 42 позициямызды жақсарттық. Енді биыл осы бірінші жартыжылдықта жаңадан қорытынды шығады. Біз тағы да ары қаратай орнымызды
жақсартамыз деп ойлаймын. Себебі жүйелі түрде шаралар қолданып жатыр. Мемлекеттік шаралар болсын, және де мынау басқа осы нарықта қатысушылар ақпараттық қауіпсіздікке көп көңіл бөліп жатыр. Маңызды ақпараттық инфрақұрылымдарды қорғауды қалай жүзеге асырасыздар? Ол үшін кішкене нақтырап тоқталып өтсеңіз. Маңызды объектілер ол біздің мынау халықтың тұрмысына тура байланысты объектілер. Мынау электростанциялар болсын, аэропорт, темір жол станциялары, олардың жұмыстан шығып қалуы өте үлкен қатер енгізуі мүмкін адамдардың. Сондықтан бұл объектілерді жеке қарауымыз керек. Және де мынандай зланкестік әрекеттерден қорғауымыз керек. Оларды қорғау үшін біз интернетқа кіру шлюзына бір терезе принципі бойынша жұмыс жасаймыз. Бұл принцип бізде тек қана бұл объектілер емес, және де мемлекеттік органдар, квази мемлекеттік секторлар объектілерінің барлығын қосып, соларға қорғау болып жатырмыз. Соның арқасында көп мынау кибер шабуылдар біздің мемлекетте болып жатқан жоқ. Сондықтан және де бұл объектілерді қорғау үшін жаңа заңнамалық актілер бойынша ақпараттық қауіпсіздік орталықтар ашылып жатыр. Бұл нарықтық жағдай, ақылы жағдай. Біз сол орталықтарға көмек көрсетеміз, кеңес береміз, олардан ақпарат аламыз. Сол арқылы біз барлық елде болып жатқан шабуылдарды қадағалап, бақылау жасап отырамыз. Қазір барлық елдерде болып жатқан шабуылдарды қадағалап жатырмыз дейсіз. Осы ретте мен сұрағым мынандай: қай мемлекетпен сіздерде халықаралық қатынас орнатылған? Осы кибер қалқан бағдарламасын жүзеге асыру аясында қай мемлекетпен? Біздің қызмет бүгінгі таңда ақпараттық қауіпсіздік альянсына кіреміз. Соның арқасында 120 елмен қатынас жасаймыз. Осы соңғы 19 жылдың қорытындысы бойынша басқа елдерге біз 1600 хабарлама жібердік. Ол дегеніміз, Қазақстанға шабуыл жасаса, басқа елден біз оның қай жерден жасалғанын біліп, біздің әріптестерімізге хабарлама береміз. Олар құқық қорғау органдарымен бірігіп, керекті шаралар қолданады. Сондай хабарламалардың саны 1600 болды. Бізге де олардан 800-ден астам хабарлама келді. Біз де басқа органдармен бірігіп шаралар қолдандық. Себебі бүгінгі таңда кибер шабуылшыларға шекара жоқ. Интернет ортақ. Сондықтан біз мынау халықаралық қарым-қатынасты ұлғайтуымыз керек. Тек қана бұл жұмыс осымен тоқталып қалмайды. Біз көптеген форумдарға, басқа да шараларға қатысып, көп мәлімет аламыз. Бұл мәліметті біз тек қана өзімізде қалдырмай, жоғарыда айтып өткендей, орталықтарға жұмыстарына қолдану үшін жеткіземіз. Мемлекеттік органдармен үлкен кеңестер өткізіп, оларға да жеткізіп, алдын ала хабарлама отырамыз. Егер бір мемлекетте бір инцидент пайда болса, оның таралуын қолға алу үшін біз ерте біліп, соны шараларды алдын ала дайындап отырамыз. Сондықтан біздің шараларымыз бөле тиімді болып деп ойлаймын. Жалпы осы шараларға қатысты сіздерде бір белгілі бір әдістемелік ұсыным, практикалық қолданысқа пайдаланатын осындай методикалық ұсынымдар дайындалған ғой? Әрине, бізде барлық осы орталықтармен және де басқа мекемелермен регламенттарымыз, меморандумымыз қол қойылған. Барлығы уақытылы хабарлама келгесін біз шара қолданамыз. Ең бастысы біздің жұмысымызда бұл жедел шара қолдану. Себебі әр уақыт, әр сағат ол зардап шеккен азаматтар. Егер де біз тез шара қолданатын болсақ, зақымның көлемі аз болады. Сондықтан бізде өзіміздің ішімізде кезекші қызмет бар. Олардың жұмысы бүгінгі таңда 24/7
күнделікті және де 14-20 телефон хабарлайтын телефонымыз бар. Барлық операторлар орнымызда тез шара қолданады, және де бұл біздің құзыретімізден шығатын болса, мысалы ішкі істер министрлігі болса, хабарламаны соларға жеткізеді. Күнделікті біздің алатын хабарламамыз телефон арқылы, тек телефон арқылы 100-ден астам. Нақты үлкен іс қозғалып немесе ондай көп жағдайлар болған жағдайлар бойынша оның саны 246 жағдай болды былтыр, тек қана телефондық хабарлама бойынша. Және де бізде электрондық формат бар. Электрондық арқылы және де барлық әлеуметтік желілерде біздің қызметіміз көрсетілген. Телеграм каналдарымыз бар бөлек. Сол каналдарға күнделікті онлайн режим ретінде хабарламалар түсіп тұрады. Біздің операторлар оны алып өңдейді. Біздің ішімізде өзіміздің аналитиктарымыз бар. Олар да бұл жағдайларда сараптама жасап отырады. Ақпараттық қауіпсіздік оқиғаларын болдырмау үшін қандай шаралар қолданылуда? Осы жөнінде айтып отырсаңыз, жаңа сіз өзіңіз айттыңыз, бізде күнделікті режимде жаңағыдай онлайн қызметтер бар, соған хабарласуға болады дедіңіз, содан басқа тағы да. Тағы басқа бізде техникалық құралдарымыз бар, ақпараттық құралдарымыз бар. Бұл жоғарыда айтып өткенде интернетқа кіру шлюзін қарастырамыз. Мұны электронды үкіметтің жұмысын қадағалаймыз, және де электронды почта соны қадағалап, күнделікті сыртқы вирустардан болсын, спам хаттарды болсын, соны тазалап отырамыз. Соның арқасында біздің мемлекеттік қызметкерлер жұмысы жақсартылады, және де мұндай шабуылдар тоқтатылады. Бұл бірінші. Екіншіден, біз үйластыру кеңесін құрдық. Барлық мемлекеттік органдар және де басқа мекемелер кіреді бұл кеңеске. Кеңестің 5 отырысы өткізілді. Әр отырыста біз жаңа пайда болған кейстармен таныстырамыз, қандай қауіптер бар, және де біздің шетелден бірге жасайтын әріптестеріміз бар, оларды шақырамыз, қандай болашақта болар қауіптер бар, сол туралы және де оқу әдістеме жұмысын жүргіземіз. Үшіншіден, біз біздің мекемеміз ішінде білім орталығын аштық. Сол білім орталығы дейміз ғой, сол кезде мынау ақпараттық қауіпсіздікпен кім айналысады, соларға шақырып, біз ақысыз түрде оқу жұмысын жүргізіп жатырмыз. Төртіншіден, біз мынау халықтың ақпаратын біз халыққа ақпарат таратамыз. Бүгінгі таңда ақпарат қауіпсіздігі жайлы тек қана 63% халық біледі. Сондықтан біз көп әлеуметтік желі арқылы жеткіземіз мәліметті. Одан қалды роликтер жасаймыз, басқа да бейне түсірілім жасап каналдар арқылы жеткіземіз. Қазіргі таңда қылмыскерлер өзінің әдістерін өте күрделі жасап жатыр. Олар, қысқаша айтатын болсақ, қай жерде қандай жағдай орын алады, соған байланысты өзінің қылмыстық шараларын ойлап тауып жатыр. Мысалы, былтыр жылдың аяғында қара жұма дейміз ғой. Жеңілдікпен сататын товарлар сатқан кезде, сол кезде бір жұма бұрын көп ресурстар ашты. Фишинг ресурстарын ашып, халықтың ақшасын өзіне тарта бастады. Жалған ақпарат таратты. Біз бұл мағлұматты өзімізге жұмысымызға алып, ол шараларды талай қолдандық. Тағы бір айта кететін жағдай, Ақтөбе қаласының тұрғыны Хабиб Нұрмагомедовтың конкурсына қатысып жүлдегер болды. Содан кейін тек қана қазақстандықтарға арналған алаяқтық шаралар қолдана бастады. Үлкен әйгілі адамдардың атынан ресурстар ашылып, конкурстар пайда бола бастады. Барлығының қуған мақсаты ол
жеке тұлғалар бойынша дерек жинау және де қаражат комиссия жинау. Бұған да талай қазақстандықтар дұғаға түсіп, соны біз бұл шаралар қолданып, бұл схемаларды жаптық. Сондықтан айтатыным, қазіргі кезде кибер шабуыл жасайтын қылмыскерлер өздерінің әдістерін өте ойланып, көп жаңа тәсілдер қолданып, арғыратай өзінің шараларын дамытып жатыр. Сондықтан біздің қазіргі бағытымыз ол біздің мынау білімімізді арттыру, біздің қызметкерлердің деңгейін көтеру, сол оқыту орталығымыздың жұмысын алғатай басып, соны дамыту. Ол үшін біз шет елдерден басқа да мынау оқытушыларды шақырып жатырмыз. Және де біздің қызметкерлерді мынау халықаралық келісімдер бойынша жіберіп форумдарға қосымша мағлұмат алып жатырмыз. Осы сіздің оқу орталықтарыңызда тек мемлекеттік органдардың қызметкерлеріне арналған оқу өткізесіздер ме, жоқ әлде басқа кәсіпорындарда ол оқулар қатыса алады ма? Бүгінгі таңда біз мемлекеттік органдарды қамтимыз, және де жоғарыда айтылған орталықтар, ақпараттық қауіпсіздік орталықтарын қамтып жатырмыз. Және де көп мынау квазимемлекеттік сектордағы ақпараттық қауіпсіздікпен айналысатын қызметкерлерді шақырып жатырмыз. Болашақта біз мынау нарықты арғыратай дамыту мақсатымыз. Тек қана біздің мекеме емес, бұл нарықты қатынас қой. Да, үлкен кәсіпкерлер пайда болып, сол бастаманы қолдаса деген ойдамыз. Қазір сол орталықтар лицензия алып, жұмысын бастап жатыр, жандандырып жатыр. Біздің мақсатымыз сол жұмысты арғыратай дамыту. Себебі цифрландыру дәуірінде ақпараттық қауіпсіздікті біз дамытпасақ, бұл қауіпсіздік жағдайлары барлық бастамаларымызды артқа тартуы мүмкін. Отандық сегмент, осы біздің отандық сегментті дамытудың келешегі қандай? Осы ретте бізде бір арнайы жұмыстар жүргізіліп жатыр ма? Сол жөнінде айтып берсеңіз. Бүгінгі таңда цифрландыру бағдарламасы бойынша біздің отандық сегментті даму жұмыстары жүргізіліп жатыр. Біріншіден ол кадр мәселесі. Былтырлары қосымша мемлекеттен 700-ге жуық грант бөлінді осы ақпараттық қауіпсіздік мамандығы бойынша. Және де Астана хаб ашылды. Онда ақпараттық бағдарламамен айналысатын жас ғалымдар болсын, жас бастама жасап жүрген жігіттер барлығы сол жерде өздерінің жұмыстарын жасап жатыр. Бұл мемлекеттік қолдау және де басқа да жеңілдіктер бар. Бұл осындай жүйелі түрде көмек көрсетіліп жатыр мемлекеттен. Енді бұл бір күндік жұмыс емес. Себебі отандық өнім болу үшін, ақпараттық қауіпсіздік программаларын шығару үшін ол өте үлкен қаражат әрі уақыт. Және де бұл біздің Қазақстанға, мысалы, халқы аз ғой, 18 миллионбыз. Бұл коммерциялық жағынан өте мұндай пайда табудың қиын түрі. Себебі қазір әлемдік нарықта үлкен вендорлар бар. Олардың бағдарламалары өте күрделі әрі күнделікті түрде өзгеріп тұрады. Командалары үлкен, мысалы да, оларда мысалы ғылыми базалар үлкен институттар барлығы бар және қаражаттары бар. Енді біздің Астана хаб қабырғасында инвесторлар келіп жатыр. Болашақта өзіміздің компьютерлік бағдарламаларымыз болады, төлем бағдарламалары болады деп ойлаймын. Себебі қазір бұл тез дамып жатқан бағыттар және де қазақстандық бастамалар бар. Бүгін қолданыста жүріп жатыр. Жалпы енді сіздің халыққа өзіңіздің тарапыңыздан мүмкін бір үндеуіңіз болар. Осындай ақпараттық инциденттерді болдырмау, немесе жаңағыдай егер анықтаған жағдайда не істеу қажет екен, сол жөнінде кішкене айтып, осы сөзімізді қорытындыласақ. Енді біз
өзіміздің ақпаратымызды жиі таратып отырамыз, бірақ қайталаған артық болмайды деп ойлаймын. Біріншіден, бұл кибергигиенаны сақтау. Ол дегеніміз, мынау қолданыста жүрген компьютеріміз болсын, ұялы телефонымыз болсын, күрделі пароль орнықтыру және лицензиялық программалар соны орналастырса, бұл қатерлерден сақтап қалады. Екіншіден, бұл жеке мәліметті үшінші адамдарға бермеу. Жұмыстағы әріптестеріңізге, басқа адамдарға карточкаларыңызды, банк карточкаларының мәліметтерін бермеу. Үшіншіден, мынау келіп түскен хаттарға, оларға жауап бермеу. Егер қатерлі хаттар келіп түсетін болса. Төртіншіден, қазір сұрау сараптама жұмыстар болып жатады ғой, әр жерде. Мысалы, үлкен мынау сауда үйлерінде сұрап жатады, сіздің жеке куәлігіңіз қандай, карточкаңыздың нөмірін берсеңіз, сіз лотереяға қатысасыз, конкурсқа қатысасыз. Сондай бұл алаяқтық жолмен жиналатын мәлімет. Сондай конкурстарға қатыспауыңызды сұраймын. Және де мынау жиі келіп түсетін жарнама әлеуметтік желілер арқылы үлкен мынау компаниялардың атынан болсын, немесе мынау үлкен қаржы институттарының атынан болсын, сіз 100-ші біздің клиентімізсіз, сіз мынандай пайда табасыз, сіз осындай комиссия төлеңіз, сондай алаяқтық жолға берілмеу. Себебі ол барлығы жалған. Тек қана нақты сайттарда ғана болса, және де бұндай конкурстар үлкен компаниялар өткізбейді. Спорттық компаниялар болсын, үлкен банктар болсын, былтырғы жылдары өте көп бізге жеке тұлғалардан хабарлама түсті. Көбі сол алаяқтардың мынандай сол схемаларына түсіп, өздерінің қаржыларынан айырылды. Сондықтан сақтықта қорлық жоқ дейді, абай болыңыздар. Ержан Еркұлы, сұхбатыңызға көп рахмет. Істеріңізге сәттілік, табыс тілейміз. Рахмет сізге.